Сәлем сұлуларым, бүгін сіздермен пахлава дайындауды үйрететін боламын. Алдымен ұнымызға сода мен ванилинді қосып жақсылап араластырамыз. Салқын сары майды қосып үгітеміз. 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Одан кейін сметананы салып қамыр илеп шығаратын боламыз. Қамырымыздың бетін жауып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Жаңғақты үгітіп аламыз, оған қантымызды қосып араластыратын боламыз жақсылап. Жұмыртқаның ағын қосып тағы да араластыратын боламыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, тура видеодағыдай жұқалап жайып шығамыз. Кезек-кезек жайып, начинкасын салып, тура видеодағыдай істеп шығамыз. Барлық слойына жағып біткеннен кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және де тура видеодағыдай кесіп, үстіне жаңғағымызбен сәндеп шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 45 минуттай пісіретін боламыз. Пісетінің алдына 10 минут қалған кезде үстіне сироп құямыз. Сиробымызға бал мен сары майды ерітетін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз.